Бұл деген түйенің өркеш майы. Біздер жыл сайын осылай 20 кило, 15 кило, 20 кило аламыз да сүрлеп аламыз. Бір жылға жетет мынау деген. Бір жылға. Әбден сүрленген кезінде мынаны ассаң, шөлмек құсап кәдімгідей мөлдіреп тұрады. Баяғы бір қоңыр шөлмектер болатын еді, сол құсап мөлдіреп тұрады. Енді қазір неге түсіріп жатырмын видеоны? Небір аурулар көп қазір. Адам қорқатын, жазылу өте қиын болған. Ауру деген жетеді. Негізі атам қазақ айтады ғой, ауру деген астан дейді. Сендер сұйық май жейсіңдер. Сұйық май деген химиялық жолдармен жаңағы өте бір адам естісе жан түршігетін жаңағы құрамдардан жасалады сұйық май деген. Одан кейін секер. Секер ақ өлім деп айтады деген оны, секерді. Одан кейін дүкеннің сүтін аласыңдар. Ол да химия. Дүкеннің сары майын аласыңдар. Ол да енді құрамын еститін болсаңдар, қандай ауруға душар ететінін білетін болсаңдар, ол да адам шошитын тамақтар бұлардың барлығы. Одан кейін жаңағы даладан пісірілген нанды аласыңдар. Бұл нәрселердің барлығын адам деген сұйық май емес, мына малдың майыменен өмір сүру керек. Малдың майы дейтін табиғи, ол дейтін қорытылғыш болады. Бұл бір. Екінші, секер, тәтті дейтін нәрселерді табиғи нәрселерден алу керек. Қазір суккарик құрма деген келіп жатыр мысалда, Саудиядан. Өте тәтті, табиғи кәдімгі құрма ағашта өсіп тұрған. Егер одан көрі әлсіздеу тәтті жеймін десеңіздер, біздерде жеміс жидек деген жетеді ғой. Оны маусымында алып алу керек. Сүт деген малдың сүтін алуларын керек. Егер ақшаларың жетпей жатырса, малдың сүтін алып, соған су қосып ішсеңдер де, балдарыңа су қосып берсеңдер де болады. Ана дүкеннің сүтін алғаннан көрі табиғи сүтті алып, соны су қосып көбейтіп берсеңдер де, сол пайдалы болады, былай айтқан кезде. Та не айтамыз? Енді нанды үйден пісіріп жеулерің керек. Бірақ мына өркеш майды әдемі болып сүрленгеннен кейін мынаған ет алуға жағдайым жетпеймін дейтін кісілер болатын болса да, осы сүрленген өркеш майға нан салып жей беруге болады. Қазір бешбармақ деп айтып жатыр ғой. Бір жерде нан салма дейді, бір жерде қамыр ауқат дейді, бір жерде іңкәл дейді. Осының біздің шешеміз бала кезімізде бізге осы өркеш майға сүрленген жаңағы нан салып бере беретін еді. Ет болмаған кездерде де. Дәмі дейтін енді бөлек болады. Сәбізіңді, жаңағы капустаңды, картошкаңды салып өте керемет тамақ болады. Бұның сорпаның бетіне шыққан майын қалқып алып, оған жаңағы күріш пісірсеңдер де болады. Мақта май, тағы басқа майдың ешқайсысы керек емес. Тек осы өркеш майға, өркеш майдың сорпасына піскен тамақтар дейтін әрі дәмді болады. Басында енді кішкене ана майда жүргеннен кейін аздап жүрекке тиюі мүмкін, бірақ кейін үйреніп кеткеннен кейін сұйық майдан жүректерің айнитын болады. Аллах Тағала денсаулық берсін бәрімізге. Аллах Тағала ауырып жүргендерге шифасын берсін. Күш қуат берсін, береке берсін, елімізге тыныштық берсін Аллах Тағала. Лайк қойып, репост жасап, осы нәрсені жан-жаққа таратып отырыңыздар. Бір мақал түскен еді, айтпақшы, есіме. Майдың жақсысы өркеште, қыздың жақсысы шеркеште деп. Шеркештер лайк басып қойыңдар. Мен шеркеш емеспін, бірақ ұйқасы келгесін айтып жатырмын. Жалпы атам қазақ айтады, ауру астан деп. Сондықтан мына ас ауқаттарыңды жөндесеңдер, денсаулықтарың да жақсарады. Және сондай бір қорқынышты аурулардан сақтануларыңа үлкен себеп болады осы нәрсе.